кетеміз. Біз батут жасаймыз қазір. Судың үстіндесіз. Насыл лайк басып қойға қазір келіп кетеміз. Ал енді мынаның үстіне су қоямыз. Ал енді мынаны қараңдар. Судың үстінде секіріп тұрмыз. Ал енді үйге бару керек. Насыл лайк болып комментарий жазып каналға тіркеліп кетеміз. Егер осы видеоға көп лайк жиналса, екінші бөлімін түсіретін боламын. Біз енді тез үйімізге барайық. Скелеттер жиналып кетті мұнда. Түн батты. Мен сендерге ертең аквариум жасап беретін боламын. Мына үйімізге біз қазір аквариум жасайтын боламыз. Мына екі орын сондай қалдырамыз. Жоқ, мен қазір сыртқа көрсетейін сендерге. Біз қазір аквариум жасаймыз. Осы видео сендерге ұнады ғой деймін. Ұнаса лайк басып, үлпіл басып кетеміз. Осы видеоны сендер үшін шығарып отырмын. Ол үшін бізге судан кейін терезе керек. Ой, бұндай терезе емес. Мен сендерге қазір көрсетемін. Көретін боламыз аквариумда. Бұл видео тек сендер үшін шығарып отырмын осындай видеоларды. Достар, менің подписчиктеріме жаңа жылдарым құттықтаймын. Жаңа жылдарың құтты болсын, подписчиктер. Сендерге өте қатты ризамын осындай 5-ке жеткізгендеріңе. Комментарий жазамыз, лайк басамыз, тіркелейміз. Егер комментарий көп, подписчиктер көп болса, мен сендерге одан да күшті видеолар түсіретін боламын. Сол үшін аямай басамыз. Мен осы видеоны сендер үшін шығарып отырмын. Басқа ешкімге емес. Осы видео сендер үшін. Лайк басамыз. Менің подписчиктерім. Мен подписчиктерімні жаңа жылдармен құттықтаймын. Жаңа жылдарың құтты болсын, подписчиктерім. Сендер жаңа жылдарыңмен құттықтаймын. Ал енді ішіне су толтырамыз. Осы видео сендер үшін мен подписчиктерім.
Осы арнадағы видеоларды көріп отырған. Видео ұнаса лайк басамыз. Осы арнадағы видеоны көріп отырған адамдар және менің подписчиктерім комментарий жазайық. Осы видео сендер үшін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Қараңдар қандай болып шықты. Ішіне енді балықтар жібереміз.